Бүгінгі раскладымызды алдағы 15 күнде сіздерде 2 аптада, яғни 15 күнде қандай оқиғалар болады өміріңізде, бұл видеоны қашан шыққанына, сіз бұны қашан көріп қалғаныңызға қарамайсыздар, яғни оған байланысты емес. Бұл жерде қай кезде бұл видео алдыңызға шықты, сол кезден бастап алдағы 2 апта уақытты жасырып көре берсеңіздер болады. Таро картасын үйренгілеріңіз келсе, үйретемін. Қазақша қарапайым тілде скидкамен үйретемін. Өзімнің барлық білгендерім бәрін үйрететін боламын. Қазақша видео сабақтар бар, телеграмда жіберетін боламын видео сабақтарды. Ол жерде белгілі бір лимит жоқ, яғни сіздерде сол видео сабақ сіздерде қалады вечно. Одан кейін кез келген уақытта сұрай бересіздер түсінбеген, білмеген жерлеріңізді. Яғни 100%-ға өздеріңіз алып кеткенше қастарыңызда поддержка болып отыратын боламын. Енді тақырыпқа көшейік. Алдағы 15 күнде қандай оқиғалар болғалы жатыр? Өздеріңіздің есімдеріңізді комментарияға жаза кетіңіздер, немесе бас әріптеріңізді или туылған жылдарыңызды ғана жаза кетсеңіздер болады, что расклад сіздерге сәйкес келу үшін. Бұл общий расклад. Егер де жеке қалайтын болсаңыздар, жеке болжамдар үшін жеке WhatsApp номеріме шығыңыздар. Алда 15 күнде сізді не күтіп тұр? Ер адам түсіп тұр. Ер адамның пайда болуы, ұнататын ер адам болуы мүмкін, хабарға шығуы мүмкін. Ұнататын ер адамыңыз көптен күткен, яғни бұл адам жұлдыз белгісі бойынша шаян, саршаян, балықтар болуы мүмкін. Знак зодиакаға қатты мән берудің қажеті жоқ, бірақ бұл жерде общий расклад болғандықтан қыздар барлық нюанстарды айтып отырамын. Өте сезімтал, аққұба келген болуы да мүмкін деп көрсетіп тұр. Яғни әйел адамдардың, қыздардың көңілін таба білетін, қыздарға қарайтын сондай ер адам түсіп тұр. Алдағы уақытта сізбен бірге бір заң жағын, документ, қағаз жағын сөйлесуге, хабарға шығуы мүмкін. Болашаққа байланысты бір жоспарлар құру үшін сізге хабарға шығуы мүмкін. Немесе сіз қыздар 15 күн ішінде сіздер үйленуге ұсыныста алуларыңыз мүмкін. Некеге тұрайық деген сияқты, заңды неке немесе діни неке деген сияқты. Көбінесе ол жерде заңды неке көрсетіп тұр. Қыздар ұнататын адамдарыңызбен заңды некеге тұрасыздар, немесе сол туралы сөйлесесіздер. Отбасы болу туралы сөйлесулеріңіз мүмкін. Немесе кейбіреулеріңіз жігіт қызық емес дейтін болсаңыздар, бұл жерде бір юрист болсын, заңгер, сондай ер адам сізге хабарға шығып, мәселеңіздің шешілуіне кеңестер беруі мүмкін. Немесе сіз бір консультацияға баруыңыз мүмкін. Бұл жерде тек қана заң саласы емес, дәрігерге де көрінулеріңіз мүмкін алдағы уақытта. Сіздерде денсаулық мәселелеріңізге байланысты бір нақты тұрақтылық болмай жатқан болуы мүмкін. Соған байланысты уайымдауларыңыз деген сияқты түсіп тұр. Немесе жақын адамдарыңыз өмірден өтуі мүмкін бе, яғни қатты ауырып жатуы мүмкін, или өзіңіз, или жақындарыңыз деген сияқты уайымдайтыныңыз көрініп тұр. Соны уайымдап сіз бір дәрігердің консультациясына, немесе белгілі бір адам темір торға қамалайын деп жатқан болуы мүмкін, ол балаңыз болсын, туысыңыз болсын деген сияқты. Сол мәселеге байланысты бір ер адаммен кеңес алу көрсетіп тұр осы алда 15 күнде. Алда 15 күнде. Егер де біреулер ажырасып жататын болса, сол туралы да заң мәселесі бойынша талқылаулар, басқартулар болуы мүмкін. Яғни алда 15 күнде сізді не күтеді? 15 күнде жол көрсетіп тұр, жол жүру түсіп тұр. Бірақ оған сіздің қаржыңыз кішкене жетіңкіремеуі мүмкін, немесе сіз өзіңіздің жинап қойған ақшаңызды жаратқыңыз келмеуі мүмкін деп көрсетіп тұр. Бірақ соған қарамастан сіздер жолға шыққандарыңыз бұл дұрыс. Бұл жолға шығуларыңыз сіздерге бір керісінше кеткен ақшаның орнын толтыратындай бір пайда әкелуі мүмкін. Немесе сіздерде бір белгілі бір покупка жасайын деп жатқан болсаңыздар, жол жүріп барып покупка жасағандарыңыз дұрыс, зат сатып алғандарыңыз да дұрыс. Негізінде ол орнына қайта келеді. Өйткені қазір ақшаны алдағы 15 күнде жарататын болсам, шығынданып қаламын деген сияқты ойды ойламаңыздар. Өйткені ақша қайта орнына келеді, удачно болады. Покупка жасауға удачно алдағы 15 күнде деп көрсетіп тұр. Әсіресе бұл көлік алуға байланысты, үй деген сияқты нәрселерді алуға байланысты, үй алуға байланысты да бір заңгерлермен, сондай юристтермен сөйлесуіңіз мүмкін. Алда 15 күнде не күтеді? Сіздерде бір ізденіс болайын деп тұр, белгілі бір нәрсені іздеу,
яғни сіздерде кейде өмірлеріңізде менде предназначение не, бұл өмірге келудегі жаңағыда мақсатым не істеуім керек, мен жалпы немен айналысуым керек деген сияқты сондай ізденістер болуы мүмкін деп көрсетіп тұр. Иә, болашаққа болашаққа үңілесіздер сіздер. Болашақ адам қандай болады, болашақ ер адам қандай болады деген сияқты, қандай адаммен отбасын құрамын деген сияқты сондай ойлар болуы мүмкін сіздерде. Соны бір гадалкаларға баруыңыз мүмкін, немесе тарологтарға баруыңыз мүмкін, яғни көріпкелерге деген сияқты сондайға жүгінуіңіз мүмкін. Менің болашағым қандай, болашағыңызды үңілуге раскладтар жасатуларыңыз мүмкін. Қыздар, егер де болашақ адам қандай болады, қашан кездеседі, қандай адам болады ол деген сияқты видеоны алдағы уақытта қаласаңыздар, болашақ адамыңыз қандай адам болады, қай кезде жолығады, қалай жолығады, соның барлығын общий раскладқа ашатын боламыз. Комментарийға жаза кетіңіздер, сол тақырып қызықтыратын болса лайк басыңыздар, тіркеліңіздер, және де жеке қаласаңыздар сол тақырыпқа байланысты жеке де шықсаңыздар болады, толық көретін боламыз. Бұлар общий расклад, қыздар. Естен шығармайық, кейбіреулеріңізге келеді, кейбіреулеріңізге 40% ғана келуі мүмкін, 50% келуі мүмкін деген сияқты, 100% бірақ келмеуі мүмкін. Бұл общий расклад, қыздар. Алда сіздерде 15 күнде не күтіп тұр? 15 күнде не күтіп тұр? 15 күнде. 15 күнде сіздерде жүктілік болуы мүмкін деп көрсетіп тұр. Немесе бір туыстарыңыздың, жақын туыстарыңыздың баласы туылуы мүмкін, немесе жүкті екенін естулеріңіз мүмкін. Яғни сіздерде бір ана болу көрсетіп тұр. Немесе сіздер ана болғыларыңыз келеді, дәрігерге көрінесіздер, жаңа алдында айта кеттім, консультация деген сияқты. Ана болу, немесе баланың мәселесі бойынша жүгіру, анда-мұнда сол туралы талқылау, балаңыз ауырып жатуы мүмкін, или сіздерде жүктілік белгісі де болуы ықтималдығы өте жоғары болып тұр бұл жерде. Алда 15 күнде сіздер не күтеді? Алда 15 күнде. 15 күнде сіздердің ойлағандарыңыздың барлығы іске асуы мүмкін. Яғни айтып отырмын, покупка жасасаңыздар да удачно болайын деп тұр. Консультация, жаңағыдай алуларыңыз да удачно болайын деп тұр. Жақсы бір кеңестер тыңдайын деп тұрсыздар. Адвокаттан болсын, дәрігерден болсын. Ол жерде тарологтарға да жүгінсеңіз болады, жекеге шықсаңыз болады. Кеңес ретінде картады көретін боламыз. Яғни сіздерге осы алдағы 15 күнде удачно болайын деп тұр. Барлығы ешқандай ұрыс керіссіз, спокойно өтетін керемет жақсы жаңалықтарға толы болайын деп тұр. Егер де солай болған қаласаңыздар, қабылдаймын деп комментарийға жаза кетіңіздер және лайк басыңыздар. Тағы көрейік. Алда 15 күнде сіздерді не күтеді? Не күтеді алда 15 күнде? Бір ер адам түсіп тұр тағы да, король жезловый. Бұл адаммен отношения мүлде жоқ болуы мүмкін, немесе өткен сәттің еншісінде қалған бывшийіңіз болуы мүмкін. Сол сізге қарай келуі мүмкін деп көрсетіп тұр. Сол сізге қарай келуі мүмкін. Өмірде жолы болмай жүргенін сіздерге айтуы мүмкін деген сияқты көрсетіп тұр. Әсіресе бұның жұмыс жағында не істерін білмей, жұмыс таппай, немесе жұмыстан қиналып, қаржы жағынан қиналып жүрген адам болуы мүмкін. Сол сіздерге хабарға шығып өзінің мұңын айтуы мүмкін, сіздерден көмек те сұрауы мүмкін. Оған көмектесесіз бе, көмектеспейсіз бе, өздеріңіз шешесіздер, енді әркім өзінің жеке өмірі. Бірақ өзінің өміріндегі қиындықтарды айтуы мүмкін, тек қана деген сияқты. Жұмыстан қарбалас болып кеткенін айтуы мүмкін. Босамай деген сияқты. Өмірінде бір қиын оқиғалардың болғанын сізге айтуы мүмкін. Бір ғана емес, бірнеше оқиғасын айтып беруі мүмкін ер адам хабарға шығып. Бірақ сіз бұл адаммен әзір отношениеде емессіз де көбінесе. Или пауза араларыңызда. Сіздерде алдағы 15 күнде жақсы уақыт өткізу, жақсы көңіл көтеру, шынайы адамдармен, шынайы сіздерге ақыл кеңес бере алатын, дос болатын адамдармен кездесу көрсетіп тұр. Кездесу, басқосу, жиын, той деген сияқты түсіп тұр. Қыздар, таро картасын үйренгілеріңіз келсе, осылай мен сияқты керемет ашқыларыңыз келсе, үйренулеріңізге болады. Скидкамен үйретемін, тағы да айта кетейін. Ол үшін жекеме шығыңыздар, жеке расклад үшін де жекеге шығыңыздар. Сау болыңыздар.